Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет, дәмді, әдемі болып шығатын самсаның рецебін айтатын боламын. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Қоңырау белгісін басып, видеоның соңына дейін қараңыз. Алдын ала 1 стакан суымызға, яғни тұз салып, жақсылап араластырып ертіп алдым. Осылайша ұнымызды дайындап, аз-аздан құйып отырып, қамыр жасайтын боламыз. Қамырды осылай жасаған себебіміз, қамырымыз қатты болу тиіс, яғни пакетке салып 30 минутқа тындырып қойдым. Осылайша қамырымыз дайын болды. Енді біз қолдың көмегімен осылай ұнымызды шашып басамыз. Оқтауменен қамырымызды жайып, яғни маргаринімізді жағатын боламыз. Маргаринімізді микроволновкада ертіп алсаңыздар да болады. Қамырды осылай орап, яғни пакетке салып, мұздатқышқа жарты сағатқа қоямыз. Енді біз етімізді алдын ала турап дайындап алғанбыз, тұз салып, енді қарабұрыш салып, яғни пияз салып, жақсылап араластыратын боламыз. Енді қамырымызды дайындап алдық. Мұздатқыштан алып, осылай кесеміз, сосын жаятын боламыз. Осылайша жайып, самсамызды түйетін боламыз. Отыз 35 минутта пісіп шығады, өте керемет болып шығады. Достар, егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Жұмыртқаның сарысын жағып, күнжітімізді шаштық. Енді біз 30-35 минутта пісіріп аламыз. Осылайша біздің самсамыз пісіп шықты. Өте керемет, әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше.